Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен боянып отырып кішкене әңгіме айтайық. Жалпы маған қазақтың қоғамының нетактичности жайлы әңгіме айтайық. Алдында мені бір тетем қонаққа шақырған болатын. Сол қонақта бәрі столда отыр, көп адамдар. Сосын мен Алматыда тұрам ғой, енді Алматыдан Өскеменге келдім. Ол кісінің үйінде көп болмаймын. Бәрінің көзінше енді Мадина, қашан тұрмысқа шығасың? Сен тұрмысқа шық, үстіп жүресің бе, жалғыз болып, маған короче бәрінің көзінше үйрете бастайды да. Мен айттым, мен тұрмысқа шықпайын деп шештім дегенде бәрі аузын ашып қалады ғой. Сосын тағы бір мысалда, мен пойызда кетіп бара жатырмын да, таныс емес. Айтпақшы, мен туыстарыма айтып қойған, маған тұрмысқа шығыңдар деп айтпаңдар деп. Я с вами не буду тогда общаться деп. Не буду общаться деген жоқ, мен де, мне это не нравится, мне неприятно деп айтып едім, уже айтпайды да, уже түсінеді, молодцы. Бірақ біздің қоғамда настолько бұл қалыпты жағдай, что таныс емес андай біреу саған қашан тұрмысқа шығасың, неге тұрмысқа шықпайсың деп айту, бұл қалыпты. Мен алдында поезда кетіп бара жатсам, отырсам, бір дяденька 50 жаста ма, 60-та маған, қызым жасы нешеде, 29-да десем, ойбай, тұрмысқа шықпайсың ба, не андағы жас, короче, маған үйретеді, как жить. Сосын адамдар біздің қоғамда настолько ол қалыпты жағдай болып қалған, что олар жақсылық жасап жатырмын деп ойлайды да. На самом деле ол жақсылық емес, білесіздер ме? 1045 рет танымайтын адамдардан, туыстардан, таныстардан сол сұрақтарды ести берген қыздар қандай сезімде болады. Сіздер оған комплекс ұялатасыздар. Комплекс неполноценности. Яғни қалыпты қыздар 20-дан асса тұрмысқа шығу керек, яғни сенің бір комплексің бар, сен ничтожествосың, сен яғни бұл қоғамда дұрыс емессің, неудачницасың деген комплексті ұялатады. Мен түсінім, андайшы, жігітім бар, сен ойланып жүрсің, сөйтіп айтуға болады. Бірақ та, енді сен сүйікті адамды тапқан жоқсың, теңді тапқан жоқсың, бәлкім дайын емессің, или сен карьера қуайын деп шештім, или қазір басқа мақсаттарың, армандарың бар, мүмкін психотерапия өтіп жүрсің, өзің, мысалы, үйленіп тұрмақ өзіне шамана әрең келіп жүрген адам шығарсың, бірақ қоғам қысым жасайды. Сол ойлайды ғой, сол жақсылық тілейді деп, на самом деле қыздарға өте неприятно сондай нәрселерді естігенше. Сол кейбір қыздар сол қысымды тыңдайды да, күн көрінгенге шығып кетеді, даладағы бір үйлену керек, тұрмысқа шығу керек деп, сосын жүреді, қиналып. Сол үшін ешкімді тыңдамау керек. Ол білесіздер ме, жеке шекараны қасым не болып қалды, қазір жөндеп жүрем. Соны ойлайды да, қыздар, что-то со мной не то деп, күн көрінгенге әйтеуір бірінші кездескен жігітке шыға салады. Өйткені олар ойлайды, бәрі үйлену керек деп жатыр, яғни сказка ол жақта деп. Сосын қиналып жүреді, бекер үйлендім, ана міне жаман, ана мынау деп жүреді сөйтіп. Мен айтам да, әркімнің өзінің бақыты әр уақытта келеді. Біреуге 20 жасында келсе, біреуге 30-да, 35-те, біреуге 40-та, 50-де келеді. Әркім өзі біледі ғой. Әйел адам тұрмысқа шықпаса да ол толыққанды, ол да карьера құра алады, ол бақытты бола алады. Керісінше қазір тұрмысқа шықпаған әйелдер бақыттырақ, шын айтсамшы. Сол үшін адамдар жай шығып жатыр. Вообще, қыздар тыңдамаңдар, егерде сөйтіп айтып жатса, туыстарын жеке шекара қойыңыздар, өйтіп айтпаңдар, маған неприятно деп. Или қоймаса тыңдамаңдар, араласпаңдар ондай адамдармен. Просто үлкен адамдарға ой салғым келеді да, өйтіп айта бермеңіздер, тұрмысқа шық деп. Енді өзін адам кездессе, ол біледі ғой, ол табиғаты, үйлену керек, көбею керек деген сияқты. Ол да жалғыз болғысы келмейді. Сол үшін қойыңыздар. Мысалы, Америкада біреуге айтып көрсінші, сен қашан тұрмысқа шығасың, неше балам болады, қашан екінші бала, қашан бала туасың деген.
шатап дейді олар, шатап. Мен туыстардан Алматыда аулақ тұрғаныма қуанам. 8888 километр. Өйткені осы жолы өскеменге келгем. Үйрете бастайды да. Бұлай өмір сүру керек. Сен өмір сүріп жатқан дұрыс емес. Тұрмысқа шық. Анамайды онда әңгімелер. Сол үшін сені критика айтатын, саған сұрамасан, ешқандай совет сұрамасан, үйрететін туыстардан 8888 километр аулақ өмір сүрген дұрыс. Өйткені олар бізді құртады. Ондай туыстар бізді құртады екен. Сол үшін аулақ өмір сүру керек.